Сәлеметсіздер ме, аса құрметті қазақ елі. Бүгін табан астынан сабақтардың дәрістердің арасын ұзартпайын деп, ұятқа бекерге қалмайын деп, келесі шығындар туралы дәрісті жазуға біз бел будық, және де жасадық деп ойлаймын. Шығын деген сөз өзі қазақтарға өте жақын ұғым. Шығын деген сөз не десе, әрбір қазақ экономист құсап өзінше белгілі бір пікірлерді айтатын болып табылады. Сондықтан бұл сабақты мен сіздерге түсіндірмесем де сіздер бұны керемет білесіздер. Бірақ алайда айтып өткенді мен жөн көрдім. Енді шығындар дегеніміз жалпы тауар өндірісінде өндіріс факторларын еңбек, жер, капитал болсын, кәсіпкерлік қабілеттілік болсын, солардың барлығын сатып алуға шығатын шығындарды біз талқылауымыз қажет. Өндіріс шығындары ұдайы өндірістің нәтижесі болып табылады. Сондықтан біз шығындарды есепке алу тәсілі бойынша екі түрге бөлеміз. Біріншісі айқын шығындар, екіншісі айқынсыз немесе айқын емес шығындар болып табылады. Айқын шығындарға шикізат, жалақы, тағы басқа нәрселер біз айттық қой бағанағы өндіріс факторларына байланысты нәрселер. Яғни олар өндіріс факторларымен жабдықтаушыларға айқын ақша формасындағы төлем түрінде жұмсалатын шығындар болып табылады. Оларға ресурстарды сатып алу шығындары, жұмысшылардың айлықтары, сондай көлік шығындары, электр энергетика, барлық сондай шығындар жатады. Ал айқын емес шығындар дегеніміз ол не? Осыны біз қарастырып өтейік. Мысалға, сіздің жеке меншігіңізде белгілі бір қойма бар деп есептейік. Бір үйіңіз бар деп есептейік. Сол қойма егер сіздің жеке меншігіңіз және сіз оны ешқандай одан сіз пайда таппасаңыз, егер біреуге арендаға беріп, оның арендасын ақшасын алмасаңыз, немесе сол қоймаға өз аттарыңызды салып қойып тауарларыңызды, оны сіз өз пайдаңызға жұмсамасаңыз, ол сіздің шығыныңыз болып табылады. Түсініп тұрсыздар ма? Егер сіз өзіңіздің қолыңызда бар ресурсты өзіңізге пайда алып келу мақсатында қолдана білмесеңіз, яғни сіз шығынға ұшыраған адам болып табыласыз. Мысалға, сіздің машинаңыз бар деп есептейік. Егер сіз машинаңызды гаражға қойып қойсаңыз, ол сіздің шығыныңыз болып табылады. Себебі сіз ол машинадан арендаға беріп, машинаңызды пайда табуға болады. Машинамен Алматының ішінде, Шымкенттің ішінде таксовать етіп ақша тапсаңыз болады дегендей ғой. Яғни сіз машинаңыздан барынша пайда ала алмасаңыз, яғни сіз шығында жүрген адам болып табыласыз. Аса құрметті жолдастар. Яғни айтып өтейік, айқын емес шығындар дегеніміз ол өндірісте пайдаланылған фирманың өз иелігіндегі ресурстардың құнын білдіретін болып табылады. Яғни біз қарастырып өткен ғимараттардың жалға берілмеу шығындары дегеніміз осы. Сөйтіп, осыны біз қарастырдық, түсіндік. Міне осы үшінде айқын шығындарды біз көбінесе бухгалтерлік шығындар деп атаймыз, ал айқын емес шығындарды экономикалық шығындар деп атаймыз. Экономикалық шығындар деп атау себебі ол ресурстардың сиректігіне және оларды балама пайдалану мүмкіндіктеріне негізделгендіктен. Тауар өндіру үшін алынған ресурстардың экономикалық шығындары оларды өте қолайлы пайдаланып өндірген құнға тең болады. Яғни біз бағана айтып өткеніміз осы. Ал бухгалтерлік шығындар дегеніміз бағана айқын шығындар, ол өнімнің белгілі бір мөлшерін өндіруге нақты жұмсалған өндіріс факторларының шығындары жатады. Онда факторлар сатып алынған бағамен көрсетіледі. Кәсіпорын шығындары бухгалтерлік және статистикалық есеп беруде өнімнің өз құны түрін алады. Өзіндік құн деген ұғым бар ғой, біз білетін соған қатысты нәрсе. Енді біз білуіміз қажет шығындар ол өндірілген өнім көлемінің өзгеру бойынша екіге бөлінеді. Ол тұрақты шығындар және өзгермелі шығындар. Мынау FC, VC дегенді біз көп көреміз. Ол не деп
бас қатырып жүрмеш үшін айтайын. FC деген, FC деген ол fixed costs, ал VC деген ол variable costs деп аталады. Variable солай шығар деп ойлаймын, мен дұрыс айтып отырмын деп ойлаймын. Яғни өзгеріп тұрады деген анау вариация болады деген сияқты ғой. Ал fix деген ол қатып қалған нәрсе деген мағына береді. Зданиялар, ғимараттар, соны fixed assets дейді ғой, сол сияқты нәрсе. Енді тұрақты шығындар дегеніміз не? Тұрақты шығындар дегеніміз бұл шығындар өндірілген өнім көлемінің өзгеруінен тәуелсіз өзгермейтін шығындар. Яғни сіздің қанша өнім өндірсеңіз де, көп өндірсеңіз де, аз өндірсеңіз де, бұл шығындар мүлдем өзгермейді. Ал өзгермелі шығындар дегеніміз ол өндірілген өнім көлемінің өзгерген сайын өзгеріп отырады. Егер сіз көп өнім шығарсаңыз, сіздің өзгермелі шығындарыңыз көп болады, аз шығарсаңыз аз болады деген сияқты нәрселер. Енді нақтырақ анықтама беріп өтейін мен. Мысалы, тұрақты шығындар дегенімізге не жатуы мүмкін? Оған облигациялық заем, мысалы, облигациялық қарыз, мысалы, міндетті төлемдер, ренталық төлемдер, ғимараттар мен жабдықтардың амортизациялық төлемдерінің бөлшегі, сақтандыру жарналары, жұмысшылардың еңбек ақысы. Сіз сақтандыруға көп төлесеңіз де, аз төлесеңіз де, мынау тұрақты шығындарыңыз өзгермейді. Мынау сіздің тұрақты шығындарыңыз, мынау оның шығын мөлшері өзгермей тұрған бір қалыпта, ал мынау сіздің өндірілген өнім көлемі. Өндірілген өнім көлемі қанша болса да, бұл шығын өзгермейді. Ал мынау variable costs деген өзгермелі шығындар дегенімізге біз білеміз, ол өнімге байланысты өзгеріп отырады. Белгіленген мерзімде өнімді өткізу мен өндіру көлеміне тікелей байланысты шығындар. Оларға мысалы жалақы, шикізат, отын, электр жүйесіндегі шығындар барлық жатады. Яғни сіздің егер шикізатты көп сатып алсаңыз, соғұрлым сіздің шығындарыңыз да көбейеді, өнім көлемі де көбейеді деген сияқты, өнім көлемі көбейеді. Сол сияқты бұлар байланысты болып табылады. Осылай өзгеріп отырады. Енді осы тұрақты шығындар мен ауыспалы шығындар, өзгермелі шығындарды қосатын болсақ, біз жалпы шығындарды алады екенбіз. Міне жалпы шығындар мынау біздің график жүйесінде. Өнімнің жаңа бірлігімен бірге жалпы шығындар өзгермелі шығындардың сомасындай шамаға өсіп отырады. Кәсіпкер үшін өнімнің бір бөлігін өндіруге жұмсалған шығындардың маңызы зор. Сондықтан ол нәрселерді біз кейін қарастыра беретін болып табыламыз. Кейін қарастыра береміз деген сөзім ғой енді. Жалпы әзірге осы кішкене ғана дәрісіміздің электронды нұсқалары керек болса, осы сілтемеден таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.